Баршаңызға қайырлы күн. Қазір ең оңай печеньелер дайындайтын боламыз. Қажет заттар: ұн, сары май, қант, разрезгиде және де жұмыртқа. Тмин, мак, күнжіт сияқты заттарды қоспай қойсаңыздар да болады, бірақ қоссаңыздар өте дәмді болады. Мен мак және тмин қостым. Үстінен разрезгитель, қант заттардың барлығын қосамыз. Кейін үстінен сары май саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Мен көптеп жасағым келгеннен кейін 3 жұмыртқа қостым. Сіздер 1-2 жұмыртқа қоссаңыздар да жеткілікті. Кейін оны жақсылап еземіз. Менде сәл уақыт ұзақ болғаннан кейін миксермен ездім. Сіздер кәдімгі шаңғышқымен ессеңіздер де болады. Онды қосып отырып біз толық қамыр қылмаймыз илейтіндей. Сәл қамырға жеткізбей, сәл сұйықтау қойға жабысатындай болып солай жасаймыз. Мінекей дәл осы видеодағыдай болып тұрады. Мінекей келген кезде ақпайды. Енді оны бір қасықтан құйып, қызып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Өте керемет оңай печенье болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.